Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен дүниежүзі тарихының 4-ші тоқсанның 4-ші тақырыбын өтеміз. Тақырыбымызға байланысты ақпаратты мына ресурстар мен сілтемелерден ала аласыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы неліктен ақш өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді. Сабағымыздың мақсаты индустриалды ақш пен индустрияға дейінгі Жапония арасындағы айырмашылықты анықтау. Сонымен қатар миссионерліктің міндетін анықтау болып табылады. Оқушылар, мен сіздерді бейнематериал тамашалауға шақырамын. Бейнематериалды көріп қана қоймаймыз, сонымен қатар қажет жерлерін жазып, есімізде сақтап отырамыз. Капиталистік солтүстік, құл иеленушілік оңтүстікті жеңуі ақштың қарқынды дамуына жол ашты. Бұл қазба байлықтарынан көмір, темір және де басқа кендердің, мұнай мен алтынның айтарлықтай қорларының болуы өнеркәсіптік саланың дамуына зор мүмкіндіктер берді. Америка құрама штаттарының индустриалдық елге айналуы өндірістің шоғырлануы мен капиталдың орталықтандырылуымен бірге жүрді. Бұл үдеріс азамат соғысынан кейін басталды. 70-ші жылдардың соңында капиталистердің алғашқы ассоциациясы қалыптасты. Ал 90-шы жылдары трестер пайда болды. Шоғырландыру экономиканың барлық салаларында, өнеркәсіпте, темір жол көлігінде, банк және ауыл шаруашылығында орын алды. 1900 жылы темір жолдардың жартысынан көбі Морган, Вандербильт, Харриман сияқты компанияларының қолында болды. Металлургия саласында Карнеги және Морган болат балқыту трестері әлемге танымал болды. Сол заманның ең үлкен трестері Ford, General Motors және Chrysler автомобиль өндірісінің 80% үлесіне ие болды. Сонымен қатар 20 ғасырдың басында елдің саяси және экономикалық өміріне банктердің ықпалы зор болды. Алғашқы қаржы магнаттары пайда болды. Олардың бірі Морган әулетінің өкілі Джон Пирпонт Морган болды. Рокфеллер мұнай компаниясы Standard Oil Company 1870 жылы құрылды. Небәрі 9 жылдың ішінде бұл компания мұнай саласында монополиялық жағдайға ие болды. Ол мұнай өндірудің 90%-ын өз қолында ұстады. Моргандар, Рокфеллерлер, Вандербильттер ақштың қаржы олигархиясын құрады. Ғасыр басында ақштың 445 тресті өнеркәсіп өнімдерінің 4/3 бөлігін шығарды. Осылайша американ капитализмі империализмге айналды. 16 ғасырдың аяғында Жапонияда билікке сигунат деп аталатын билеу жүйесін енгізген Токугава әулеті келді. Токугава дәуірінің ерекшелігінің бірі 19 ғасырдың аяғында билеуші шенеуніктерге айналған самурайлар атты әскери таптың болуы. Әрбір самурай даймёдан жыл сайын жалақы алуға құқылы болды. Бұл самурайлардың ауыл тұрғындарының мазасын алатын бұзақы бандиттерге айналып кетпеу үшін жасалатын шара болды. Біз самурайларды әдетте қожайынына адал қызмет ететін намысшыл жауынгер ретінде елестетеміз. Бірақ шын мәнінде самурайлар еш жұмыс жасамайтын, шаруаларды қанайтын маскүнемдер болды. Корольдер сияқты сегундар да жергілікті жерлерде ресурстарға ие, өздері әскер жасақтай алатын даймелерді бағынышты қылып ұстай алмады. Әсіресе салық жинау ісінде даймелердің еркіндігі байқалды. Оқушылар, өздеріңіз бейне материалда көргендеріңіздей, ақш үшін азамат соғысының тарихи маңызы зор болды. Капиталистік солтүстік, құл иеленушілік оңтүстіктегі жеңісі ақштың қарқынды дамуына жол ашты. Қазба байлықтардың көмір, темір, басқа да кендердің мол қоры өнеркәсіп саласының дамуына мүмкіндік берді. Елдің жылдам индустриалды дамуы ауыл шаруашылығындағы капитализмнің дамуының американдық жолының жеңісімен тығыз байланысты болды. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі жөнінде Америка құрама штаты 1894 жылы әлемдегі бірінші орынға шығып, басқа капиталистік елдерді басып озды. Американдық капитализм монополистік империализмге айналды.
Енді осы уақыттағы Жапонияға келетін болсақ, Токугава әулетінің соңғы сегундарының билігі кезінде Жапон қоғамы терең дағдарысқа ұшырады. Ауыл шаруашылығының көлемі азайды, халық саны төмендеді, шаруалар елді мекендегі жерлерінен айырылды. Бірақ дегенмен де Жапон қоғамында тауар ақша, капиталистік қатынастар баяу болса да дами бастады. Бірақ мұндай капиталистік қатынастардың дамуына бұрынғы әлеуметтік қатынастар өзіндік кедергісін тигізді. Енді оқушылар келесі кезекте бейне материалдағы ақпаратпен және сілтемемен ресурстағы ақпаратты пайдалана отырып, мына төмендегі тапсырманы орындаңыздар. Тапсырма. 19 ғасырдағы ақш пен Жапон экономикасының кемшіліктер мен жетістіктерін кестеге толтырыңыздар. Төмендегі дескрипторге сәйкес. Бірінші, ақш экономикасындағы кемшіліктер мен жетістіктерді сипаттау. Екінші, Жапон экономикасында кемшіліктер мен жетістіктерді сипаттау. Кем дегенде 3 мысал келтіру. Тапсырма орындалып болған соң WhatsApp желісіне жіберіледі, мұғалімнен кері байланыс болады. Оқушылар, сабағымыздың мақсатына қайтып оралайықшы. Екінші мақсатымыз миссионерліктің міндетін анықтау болып табылады. Миссионер дегеніміз кім? Діни ұйымдардың ілімдерін таратуға арналған қызмет, демек саяси қызмет. Осы ілімді таратушыларды миссионерлер деп атайды екенбіз. Оқушылар, жоғарыда атап өткен мақсатымызға жету үшін мен сіздерді қайтадан бейнематериал тамашалауға шақырамын. Токугава әулетінің билігі әлсіреп жатқанда Жапонияны екі оқиға дүр сілкіндірді. Біріншісі Азияның алпауыты Қытайдың Апеннин соғысында жеңілуі, екіншісі Мэтью Пэридің келуі. Токугава сегунаты шетелдіктерге деген қатал саясатымен ерекшеленді. Әсіресе христиан дінін таратушы миссионерлерді ерекше жаратпады. Токугава христиан діні елдегі тұрақтылыққа қауіп-қатер туғызады деп ойлады. Және Мэтью Пэриге қарап, оның мазасыздануының реті болды. Сонымен 1853 жылы американдық командор Жапон нарығын американ капиталистеріне ашу үшін әскери кемелермен Жапон жағалауына келіп тұрды. Бұмен жұмыс жасайтын жаңа кемелер Жапон флотына сес көрсетуі сегунаттың әділетсіз сауда шартына қол қоюына жеткілікті болды. Келесі кезекте мен сіздерге мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Сіздерге сұрақтар қойылады. Сұрақтарға тез жауап қажет. Демек, атында тұрғанда минуттық шешім қабылдай отырып, иә, жоқ деп. Бірінші сұрақ. Миссионерлер діни ұйымдардың ілімдерін таратушылар. Екінші сұрақ. Миссионерлер мемлекет туралы ақпарат жинаумен айналысады. Үшінші сұрақ. Миссионерлер жергілікті халық арасындағы католик дінін уағыздады. Төртінші сұрақ. Кюсю аралының феодалдары миссионерлерге мектеп және шіркеу салуға рұқсат берді. Бесінші сұрақ. Ірі феодалдар жаңа дінді қабылдады. Бесінші сұрақ. Токугава сегундары христиан діні елдегі тұрақтылыққа қауіп төндіреді деді. Жетінші сұрақ. Токугава сегундары шетелдіктерге қатал саясат ұстанды. Әрине дұрыс жауап өзі мадақтауын алып, өте жақсы деген бағамен бағаланады. Оқушылар, мен сіздерге блог ағашын ұсынғым келіп тұр. Демек, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендеріңізді осы блог ағашы арқылы көрсетсеңіз, сіз өзіңізді қай жерде көресіз? Ендігі кезекте үй тапсырмасы. Дүниежүзі тарихының 8 сынып оқулығының 26 параграфын оқи отырып, сондағы мәліметті пайдаланып, мына кестені толтырамыз. Жапон-Американ келісімшарты бойынша ақш қандай артықшылықтарға ие болды? Саяси артықшылық және экономикалық артықшылық. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін.